Сәлем оқырман. Тәуіржан Маржанмен таныстықты тоқтатып, ана жолы басқа қызбен танысқысы келетінін айтты. Бүгін болса ол Зарина екенін айтты. Гүлжанның айтуынша жалпы орамалды қызбен таныспаған екен. Сырттай ұнатып Заринаны қыздың объективті пікірі ұнатты. Ал қызымыз болса Гүлжанның таңдауы Гүлнұр деп ойлапты. Зарина өзін таңдайтыны тіптен ойламағанын айтты. Біреу қарсы шықпай болмайды ғой. Тәуіржан мен Заринаның таныстығына Сәтдәулет қарсы болды. Заринаны Гүлжанға қимайтынын айтты. Екеуі екі түрлі жолда екенін ескере кетті. Маржанның да жылағанын естеріне түсірді. Заринамен таныстық болмағанын қалады. Ал Зарина болса танысып көргім келеді Гүлжанмен деді. Екеуінде таныстық басталып кетті. Алда керемет таныстық болар деген ойдамыз. Ал оқырманның пікірін көрейік. Молодец, Зарина, бақытты бол. Қадірін білетін адамды таңда. Тәуіржанда медреседе оқыған. Түсінігі өте мол жігіт. Қызды сыйлай білетін бала. Бәрі сценарий ғой. Редакторлар явно көндірді рекламада. Балауса да әдейі сразу жауап берме деп рекламаны күтті. Статистика үшін Заринаға ия дегізді о. Зарина арманындағы жігіт келген. Сияқты. Қолымнан шығармашы, енді бұндай жігіт кездесеме кездеспей ме? Соңғы үміткерім болсын. Дейді оқырман, сіз қалай ойлайсыз?